Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балаларға арналған кітаптар жайлы айтқым келіп отыр. Менің қолымда тұрған Қазым кітап баспасының балаларға арналған кітаптары. Бұл жерде қиял ғажайып ертегімен қатар қызықты хайуанаттар жайлы ертегілер бір кітапқа топтастырылған. Кітаптар жұмсақ және қатты мұқабамен жүреді. Қайда болса да өзіңмен алып жүруге ыңғайлы, жеңіл әрі сыйға тартуға да әдемі минимализм стилінде жасалған. Жалпы ертегі оқу баланың ой-өрісін дамытады, ойының ұшқыр болуына, өз ойын толыққанды оңай жеткізуіне көмектеседі. Сонымен қатар бала тілінің дамып, жүйелі сөйлеп үйрену үшін күнде ертегі оқуды әдетке айналдырсаңыз болады. Мен балаларымды кітапқа бір табан жақын болсын деп, әрі білімге құштар болсын деп, ерте 1 жастан, 2 жастан, тіпті қазір 3 айлық балаға ертегі оқудың пайдасы көп екенін естіп, 7 айлық балама ертегі оқып, сонымен қатар қатты кітаптар алып беріп, ойнатып, ішін таныстырып, атауларын айтып үйретіп жүрмін. Қазым кітап баспасының алған алғашқы кітабымыз ол ертөстік кітабы. Күні бүгінге дейін оқып пайдаланып жүргеннен кейін сыртында көріп тұрғандарыңыздай кішкене жыртылған, мұжылған, суреттер салған балалар. Қазір балаларым 4-5 жастағы балаларым өздері ішіндегі суреттеріне қарап, бір-біріне ертегі қылып айтып отырғандарын байқаймын. Бұл мен үшін көз қуанарлық жағдай. Ертөстік ертегісінен біз төзімділікті, шыдамдылықты, қайтпас қайсарлықты, батылдықпен қоса батырлықты және шытырман оқиғаға толы ертөстіктің жүріп өткен жолдарын көре аламыз. Және маған бір ұнайтыны Қазым баспасында осында кітаптарда иллюстрациямен суреттер көрсетілген. Ата-ана өзі баласына оқып бере алады және балалармен бірге отырып суретке қарап талқылай алса болады. Мұндай ертегілер 6 жасқа дейінгі балаларға арналған. Ертегілер баланы жалықтырмайтындай қысқа әрі қызықты. Көріп тұрғандарыңыздай мазмұнында тақырыптары көрсетілген. Алдағы уақытта балаларға арналған тағы да көптеген ертегі кітаптар жайлы бөлісетін боламын және тек қана ертегілер емес, өзім оқыған ертектерге арналған кітаптар жайлы да өзімнің ойыммен бөлісіп отырамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.